Армысыздар. Ұлттық арнада айту оңай. Бүгінгі хабарымыз көп балалы жас аналарға арналады. Кейде көшеден көресіз. 5 бала, 8 бала, 10 бала жетектеп жас ана келеді. Қолында кенжесі, соңында тұңғышы, алдында арманы, жанында қорғаны. Ол баланы емес, ұлттың болашағын көтеріп келеді. Ол түнімен бөбегін емес, елінің арманын күзетеді. Сондай жас аналар, батыр аналар бүгін айту оңайда қонақта. Алғашқы кейіпкеріміз Әсел Нарқұлова, Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының тумасы. Әсел жайлы алдымен сюжет, экранға жер салыңыздар. Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының тұрғыны Әсел Нарғұлованың жасы 32-де. Мектепті бітіре салысымен тұрмысқа шыққан келіншек бүгінде күміс алқаның иегері. 6 баласының алды 15-ке толса, ең кенжесі 12 жастан асты. Бұл отбасы күн сайын кешкісін айтуға оңай үзбей көретін тұрақты көрермендеріміз екен. Шалғай бір ауыл бар, Бесқұбыр деген. Содан келдік. Күміс алқа иегерімін. Айтуға оңайды үзбей көреміз. Шығу әр адамның арманы деп ойлаймын. Біздің де сондай арманымыз бар. Айтуға оңайдың кейіпкерлерімен бірдей әсерде отырамыз. Армандар орындалады. Әсел Нарғұлова бүгін 6 баласын ертіп Алматыға келді. Барша аналарды мерекесімен құттықтаймыз. Құтты болсын. Иә, 6 бала тапқан ананы ханым десе болмай ма дейді. Әсел кішкентайлармен бірге сонау Сарыағаштан келіп отыр. Қарсы алыңыздар. Күміс алқалананы. Ой, мынаған қара қандай сұлу қыздар келе жатыр. Жүріңіздер. Кел, түрлетіңіздер. Үйде жігіттің үлкені сіз ғой дейме? Атыңыз кім? Ернұр. Жас нешеде? 14-те. Жігіт болып қапсың ғой. Сен ше батыр? Әсет жасым 10-да. Сен ұлдың ортаншысың ғой дейме? Иә. 3 ұл, 3 қыз. Тұңғышы ма? Назерке. Назерке. Қай сыныпта оқып жүрсің? 8. 8-де оқып жүрсің ба? Иә. Ананың көмекшісің ба? Иә. Кішкентайларды бағасың ба, қағасың ба? Иә. Жоқ, онша қарамайсың ба? Жоқ, қараймын. Қарайды, е? Жігіт қайда, Әселжан? Жұмыста. Не жұмыс істеп жатыр? Балаларды бағу керек. Иә. Ауылда ма? Иә. Ауылда тұрасыңдар? Иә. Сарыағаш ауданында Бесқұбыр деген ауыл бар. Сондан келдік. Жігітіңді қалай таптың? Соны айтшы, қалай алып қашты ма? О жақта алып қашады дейді ғой. Жоқ. Алып қашты, бірақ 11-ді бітіргенсің. Оға дейін таныдық бірімізді. Бұлай сөз байласып жүруші ме енді? Сөз байласып. 11-ді бітіре сап кетіп қалдың ба? 11-ді бітірдім, иә, күзде әкетті. Күзде әкетті? Күзде әкетті. Қазір мына өзің жасың қазір 32-де. 32-де. Қыздың жасы 18 ғой. Мен бірақ енді ана ретінде сұрап жатырмын. Бұл жерде ел ойлап отыруы мүмкін ғой. Қазіргі көп келіншектерде енді бір 2 бала, 3 бала болғаннан кейін көбісі фигуран бұзылып кетеді дей ме екен, басқа дей ме екен, ұсанбайды. Өзің қалай? Білмеймін, ол қате ой шығар деп түсінем. Енең әлде мықты ма? Енем де мықты, шешем де мықты. Иә? Енем айтшы еді, сәл бағып-қақ бірін-бірін өз бағып лесіп кетеді деп. Қазір солай ма? Иә, бірін-бірін демейді, өз-өздерімен лесіп, өсіп, бірін-біріне сабағына жәрдемдеседі, үйдің тірлігіне жәрдемдеседі. Мынау жаңа сұлу қыз Бейсен ағаны танитын сен ба? Сен айту оңайды көріп жүрсің ба? Иә. Ұмытпай Ұмытпай көріп тұрасың ба? Сен ше? Сен қайда келдің, айтшы? Сен қайда келдің? айтуға оңайға. Айтуға оңайға келдің ба? Тақпақ айтып бересің ба бізге? Иә. Ал айт тақпақты. Астананы. Астана арманға шағып жаңғанға. Мен тұрады үлкен бағаншы. Тұрады жас болып, мен үлкен болғанша. Тұрады жас болып, мен тұрады. Үлкен болғанша. Мен үлкен бағаншы. Ой, сен үлкен болғанша қай заман? Сен де тақпақ білесің ғой. Ал айта ғой. Мәбейлеген анасы, Әлпеш деген анасы. Менің сізге Тілегім
тілегім Қартаймыш. қартаймашы анашым. Ой, анаң қартаймасын. Әпкелерінен сұрайшы, бауырларының мінездері туралы айтып берші бізге. Мінездері былайша айтқанда жақсы, былай көп қылықтарын көрсете бермейді, бір-бірлеріне көмектеседі. Өздеріне өздері жауап бере алады. Жауап бере алады, Иә. Енді көп үйде қазір қазақтың көп отбасында бір бала, екі бала, үш бала, әсіресе қалаларда, олар ойлап отырған шығар сендерге қарап, 6 бала болған, қалай екен, қызық па? Олар ойлайды, балалар бірден қызық па, қызық емес па деп. Қалай сендер үшін? Күшті шығар. Иә. Не ойнайсыңдар мысалға? Біз жазда далаға шығып футбол ойнаймыз, мектепке барып баскетбол, пионергол ойнаймыз. Күміс алқаңды алдың ғой? Иә. Ендігі меже қандай? Құда қаласа алтынға ілін. Үміт бар ма? Сол пәйт, тіл көзден аман болсын. Осы ұлдарың өсіп үлкен азамат болсын. Мына қыздарың бой жетіп, Астанада тұрады ау деймін, өздері өңкей әдемі қыздар, өздері Астана туралы тақпақ айтады екен. Сондай бір мықты, бақытты еліміздің азаматтары қорғаны болсын. Сен өсің осылардың қызығын көріп аман сен жүре бер. Сендер ертең үлкен азамат боласыңдар, елдің бір тірегі, сүйеуі боласыңдар. Солай ғой? Аналарының қолын жылы суға саласыңдар ғой? Я, Жақсы келін аласыңдар ғой? я. Біздің келесі кейіпкеріміз осы Алматының іргесіндегі Байсерке ауылынан келіп отыр. Іңкәр Қыдырәлиева. Іңкәрді жайлы, Іңкәрдің отбасы жайлы, кішкентайлары жайлы алдымен сюжет көрейік. Экранға жер салыңыздар. 31 жастағы Іңкәр Қыдырәлиева бір отбасын айранда етіп отырған жас ана. Сондай-ақ ол кішкентайларының бабын тауып, үй шаруасында тап-тұйнақтай етіп тындырып жүрген әйел. Әрбір баланың мінезі әрқалай ғой, Іңкәр, бірақ та сол барлық балалардың әрқайсына өзінің жаңағы мінезіне қарай несінің ыңғайын тауып, әрбір балаларменен тіл табыса біледі. Ол жағдайлардың барлығы жаңағы әрқайсымыздың көп балалы үйден шыққанымызға да байланысты шығар деп ойлаймын. Себебі Іңкәрдің өзі де көп балалы семьядан шыққан, Қанат аға жаңағы қайнағамыз ол кісі де көп балалы семьядан шыққан. Күніменен жаңағы балаларменен қараса, мына екі егіздерге де қарайды түніменен. Одан да шаршамайды Іңкәр. Ол шаңырақтан баланың шат күлкісі үзілген емес. Ересек балалары артынан ерген бауырларына қамқорлық жасап, ата-анасына қолғанат болып жүр. Әсіресе 7 сыныпта оқитын Аружан мектептен тыс уақытта үй шаруасына көмектесіп, іні-сіңлілерінің сабаққа барып келуінен бастап, үй тапсырмаларын орындауына дейін өзі қадағалап жүреді. Бос уақытымда анама көмектесемін, іні-сіңлілеріме сабақ оқытамын, екі егіз інілеріме қараймын, тамағын беремін. Іңкәр ханымда бүгін кішкентайларын, ол үшін кішкентай екі егізді де көтеріп, сонау Байсеркеден арнайы келді. Ал қол соғып қошемет көрсетіңіздер. Батырана, Іңкәр Қыдырәлиева. Келіңіздер, кел, көрметіңіздер, келіңіз. Бала бағатыңыз қайда? Үйге қалдырып кеттіңіздер ма? Екеуі? 5 айлық па? 5 айлық. Аттары кім? Ералы мен Нұралы. Ералы мен Нұралы, е? Бұлардың ішінде үлкені? Темірлан. Е. Менің естуімше, ең үлкені ол 21-де балаларыңыздың. Ол үйленейін деп жатыр ма? Үйленді ме? Жоқ, үйленген жоқ әлі ол. Үйленетін ойы бар. Пока жоқ ой. Негіз өзіңізде көп балалы отбасынан шыққан деді ме? Иә, көп балалы, 4 балалы. Сіздер Алматының іргесінде тұрасыздар, солай ғой? Мына Алматының іргесінде тұратын жерінде үлкен қала ғой, мегаполис. Бұл бәрі қорқатты. Мына осы бір-екі баласы барлар, достардың өзі қорқады. Осы балаларды қалай жеткіземіз деп қорқады. Сіздерде онда бір қорқыныш болмай ма? Жоқ. Жоқ па? Сіздің күйеуіңізде жұмыста шығар шамасы. Балаларды бағу үшін жұмыс істей ма? Иә. Жете ма бұлай дүние деген өзі? Жетеді. Жете ма? Өзіңіздің де сол ойыңыз бала көп болса деген арман бет жоқ? Иә, негізінде. Кемінде 8 бала деп армандайтын кішкентай кезімнен. Кішкентай кезіңізде. Ол қайдан пайда болған ой? Қазіргі адамдарда ондай жоқ қой.
Мен әкемде, шешемде. Әкем 12 ағайын, шешем 13 ағайынды. Соларға қарап, біз бірақ өзіміз 4 ағайында болғасын соларға қараймын да. Енді қиыншылықта, жақсылықта да, қиындықта да бір-біріне бірден ұйымдасып, көмектесіп кетеді. Бір нәрсе болса, бірден сразу алып кетеді. Яғни мына балалар да ертең бір-біріне көмектесіп, Иә. бір-біріне алып кетеді. Қазір қалай өздері? Бір-бірлеріңе қалай көмектесіп тұрасыңдар ма? Мысалға, өзің атың кім? Неге? Мектепке бардың ба, барған жоқсың бәлі? Барады. Қашан барады? Ол деген Сен қашан барасың мектепке? мен бармаймын. Бармайсың ба? Бірақ сен ақылды қыз сияқтысың, сен тақпақ білетін сияқтысың, солай ма? Мен деген бас ауырса, тіс ауырса, соны айтам. Айт онда тыңдайық, бас ауырса, тіс ауырсаны. Айта ғой. Бас ауырса. Бас ауырса, тіс ауырса, анам дәрі береді. Дәрі береді, е? Барлық бала. Оны жақсы көреді. Оны жақсы көреді. Сен де аналарын жақсы көресіңдер ме? Балалар кейде бір ауырып қалатын жағдай болады, е? Бір-екі бала ауырып қалса, бала ауырса өзі ата-ананың да дегбірі қашып кетеді ғой. Ондай кезде біреу жыласа, бәрі жылап, қиын болмай ма? Жоқ, үйрендік. Осы неге қыз келіншектер қорқады осы көп бала табудан? Сіздер неге қорықпайсыздар? Мен соны таңғалып тұрмын да, соны білсем дейін. Неге әлде қорқыныш нәрсе емес па? Қорқыныш нәрсе емес деп ойлаймын. Қорқыныш нәрсе емес, е? Қорқынышты емес. Емес. Жүре берсін, ойнап жүре берсін. Бұл жер еркін. Бұл батыр осы тәуелсіз елдің еркін ұланы қалай жүрем десе, қалай тұрам десе өзі біледі. Жүрсін. Жүрсін. Ана жерде қыз будың қыздары отыр, барып танысықпайды айналып. Біздің келесі кейіпкеріміз сонау шығыстан, Тарбағатай ауданынан келіп отыр, Маңырақ ауылынан. Олар жайлы алдымен сюжет, экран қараңыздар. Алуа Сағатбекова жаста болса алтын алқа иегері. 9 бала көтерген әйелдің тұңғышы 14 жаста болса, кенжесі 3-тен енді ғана асты. Әр баланың үйде атқаратын өз міндеттері бар. Қыздар көбіне үй шаруасына көмектеседі, ұлдары сыртқы жұмыстарға бейім. Қазақтың санын арттырып, еліміздің демографиясына үлес қосып отырған Алуаның ендігі арманы балаларына дұрыс тәрбие беріп, оқытып жеткізу. Жалғыз өзі қарап жатыр қазір енді жолдас екеу. Сол барғанда сол қызығы сол енді шуылдап, біреу жылап жатады, біреу шуылдап жатады. Бұлар кішкентай кезінде анандай нелерде отыратын, не деуші еді, домалақ нелерге алдынан тамақ беріп нет қояды, оның тамақтарын шашып, сонда біз қызық көретіміз. Алуа Сағатбекова кішкентайлардың емірге келіп отыр. Қарсы алайық. Батыр ана! Келіңдер, кел. Келіңдер, кел. Фараби, сен енді мына үйге бала болсаң қайтеді? Сен қайда кеттің? Тарбағатайдан келдіңіздер ма? Иә. Сіздерде әлі қыс шығар? Иә, қыс. Қыс па? Қалай жеттіңіздер жолдан? Айту жеттік, аман есен. Сіз өзіңіз 10 құрсақ көтердіңіз, солай ма? Иә. 9-ы бар. 9-ы бар. Біреуі ауруханада жатыр дей ма? Астанада ауруханада жатыр. Не болып қалды? 2 бүйрекке суық дейіп. Суық дейді ма? Ол жасы нешеде еді ол? 14-те. Үлкені? Сол үлкені 14-те. 14-те. Енді тез жазылып шықсын. Балалар бәрі мектепте ма, жоқ мектепте? Бәрі, детсаттасы бар мектептегі. Ең кенжесі кім? Жасы нешеде? 3-те. 3-те? Әкелері, олар да жұмыста ма? Әкесі сол баланың жанында. Иә, тез жазылып шықсын енді. Бәрдесі қазір сен қарап жүрген шығарсың, үлкен әпкең ауырып жүрген соң, иә? Сен қарап жүрсің ба? Анаңа көмектесесіңдер ма? Иә. Үйде қалай көмектесесіңдер?
үй жинасамыз. Содан кейін? Мына бірақ ұлдар шашып тастайтын шығар бәрін? Иә. Шайға, тамаққа көмектесе ма? Бұлардың бәріне енді көрген адамдар ойлайды да, ой, қандай қиын, қалай бағып қағады екен. Бір адамдардың біздің мінез құлқы, психологиясы өзгеріп кетті ғой қазір. Сіз де кей кезде өз-өзіңізді аяп кетпейсіз ба? Жоқ. Балалар дейтін ол адамның өзім жүгіріп, өзім бағып, еметіп отырмын енді. Бір-біріне өздері қарайлайды. Қарайлайды, жарты жыл болды, мектепке жұмысқа кірдім. Өзім мен жұмыстан келгенше өздерінің тамақтарын істеп, алды сабаққа кете береді. тамақтарын да өздері істейді. Өздері істеп ішеді, оттарын да жағып, өздері сөйтеді. Мен келгенше дайындап қояды. Кішкентайлар сол киіндіріп өздері жібереді сабаққа. Өзіңіз әуел баста жоспарладыңыз ба, көп балалы ана болсам деп, батыр ана Алла болсам, бергеннен кейін енді алқа тақсам деп? Жоқ. ондай болған жоқ. Болған жоқ, иә? Қазір қалай, бір жергілікті жерде жағдайларыңыз қалай? Ауданда сіз секілді көп балалы батыр аналар меніңше тарбағатайда Мен көп емес. Иә? Маңырақта менмін сол енді. Маңырақта. Бір ауылда үй салып беріп, жағдай жасады ма? Жоқ, ана ата-енемнің үйі бар, қара шаңырақ. Иә? Сондамыз біз қазір. Қанша бөлмелі? 4 бөлмелі. 4 бөлмелі? Иә. Бір армандаймын. Осында 5-6 бала тапқан, 7-8 бала тапқан балаларға, балалы ата-аналарға сондай әрбір аудан орталығынан бір-бір үйден салып берсе деп ойлаймын. Бірақ қарайласып тұратын шығар, ана жергілікті әкімдер бар. Иә, көмектесіп тұрады енді. Көмектесе ма? Балалардың оқуына Көмектеседі. көмектеседі, Иә. Жігіттерден әңгіме сұрайыншы, жігіттерден. Мектепке барып жүрсің ба? Иә. Қай сынып? Кеттік. Сабақ қалай сабақ? Жақсы. Өскенде кім боласың? Әнші. Айт, әнші боламын, соқсылма. Әнші? Биші. Биші. Сенші? Мен полиция болам. Полиция боласың ба? Батыр сенші? Мен әнші. Әнші. Сендерші? Дәрігер? Сен? Дәрігер. Мә, бір үйден қанша дәрігер шығасыңдар, аналарыңа рахат болатын шығар ертең күні. Бас ауырып, балтыры сыздай қалса, бәрін жабылып емдей саласыңдар, солай ғой? Ән айтып, көңіл көтересіңдер, билеп, тағы да көңілін көтересіңдер, солай ғой? Полиция болып, елді күзетесіңдер. Әйтеуір не болса да аман болсын. Иә. Мына отбасына қызығып қарап отырмыз, шындығында осыншама баланы дүниеге әкеліп, оны бағып қағудың өзі бір үлкен жұмыс. Және бұл балалар өздері бір-бірін жетектеп, бір-бірін үйрету арқылы ғана өсіп кетеді ғой. Бұлардың қазіргі кездегі қылықтары тәтті, үлкейгеннен кейін мықты әрбір шаңырақтың иесі болып шыға келетіндігі даусыз. Сондықтан да осындай көп балалы аналарға құрмет көрсету керек қой деймін. Құрмет көрсету керек, барынша көмектесу керек деп ойлаймын. Мысалға, біздің кейіпкеріміз, мысалға Алуа ханым көбісін айтпай отыр. Үлкен қызы, үлкен тұла бойы тұңғыштары 14-те қазір 2 бүйрегінен суық тиіп, Астанада ауруханада жатыр. Әкелері қасында. Әкелеріне қазір ол қызымызға бүйрек керек болуы мүмкін. Олай болған жағдайда әкесі де бүйрегін берем деп отыр. Солай ма? Менің естуімше? Иә. Бірақ дәл осы жағдайда біз сол енді ол үйдің асыраушысы ғой, от ағасы, бүкіл осы балаларға бағушы, тірегі. Меніңше осында көп балалы отбасыға бүйрек мәселесі ма, басқа мәселесі ма, донор таба ма, бір шешіп беретіндей жолын қарастыру керек сияқты болып тұр маған. Бұл кісілер ештеңеге байқап отырсыздар ғой. Бұл көп балалы аналар бір аузын ашып отырған жоқ, жағдайымыз жаман деп отырған жоқ, бізге мынандай нәрсе керек деп отырған жоқ. Бірақ мен енді жаңа жағдайда мен өзім бұл кісілердің айтқан жоқ, басқа адамдардан білдім. Егер біз осындайда енді бір көмек қол ұшын созбасақ, бұл кісілер қалай болады деген ой ғой. Енді аудандағы әкімдік бар, облыстық әкімдік бар, біз арнайы хатта дайындармыз. Мәдина, әнші болады деген жігіттер қол көтеріңдерші, әнші болам деген жігіттер, бір. Әнші, Мәдина Сәдуақасова әпкелерін танисыңдар ғой, апайларыңда? Танисыңдар ма? Бұл кісі де біз неге арнайы шақырдық, білесіңдер ма? Сендер көрсін, әнші қандай болады екен, суретке түссін деп шақырдық. Бұл бір сендер үшін. Ал
Мәдинаның өзі үшін шақырғанымыз. Мәдина да бір баяғыда бір арманын айтқан еді. Шіркін-ай, көп балалы болғанға не жетсін деп. Ол қыз кезінде айтқан. Енді қазір ана, енді осы бағытта қалай жұмыстар атқарылып жатыр ма? Расында да осыдан 8 ай бұрын менің алғашқы балам, тұңғышым, жалғызым әлі күнге дейін дүниеге келген болатын. Сол кезде мен ойлағам, шіркін, қашан балам болады деп ойлап жүретінмін. Ал енді тұңғышым дүниеге келген кезде шіркін, екіншісі қашан болады екен. Одан кейін енді дәл қазіргі мына бағдарламаға келіп қарап жатырмын, мысалы, жас аналарды. Арманым расында да орындалатын сияқты негізі. Өйткені қарап жатырмын, мысалы, Нұралы мен Ералының мамасы 5 айлық бөпелері қолында, қандай жаңағыдай дене бітімі де, фигурасы да орында, әп-әдемі, жап-жас қыздар, мысалы. Сондықтан да мен расында да айтқым келіп отыр, ешқандай кедергі жоқ негізі қазіргі заманда балаларды дүниеге алып келуге. Сондықтан да мен сол арманыма жеткізсін деп отырмын. Расында да мен бас игім келеді, жас аналардың, жалпы аналардың алдында осындай дая 8-6 енді есептеуге салуға болмайды дейді, бірақ расында да көп болсын дегім келеді. Толмбек аға, үйде нешінші бала болдыңыз? 5-ші бала болдым. Бір жаңа киім киіп көрдіңіз бе? Ай жоға, үлкендерден қалғанын соны. Солай, ә? Сол кішірек баса соны киіп алып. О кезде 5 бала, 6 бала ол жоқ болғанда сіздің кездеріңізде сондай болды. Қазір бір бала, 2 бала. Иә, солай ғой? Иә. Не өзгеріп барды? Заман өзгерді ма, адам өзгерді ма, пейіл өзгерді ма? Пейіл өзгерді ғой деймін. Солай деп ойлайсыз, иә? Гүлназ Нұрбайлина, бұл кісі де бір отбасында 10 бала болдыңыздар ма? Сіз нешінші бала болдыңыз? Мен 7-ші болып туылғам. Сіз жаңа киім киіп көрдіңіз бе? Жоқ, енді жаңа аға айтқандай. Сондай болды, иә? Үлкендердің киімін кішілері киіп солай өстік қой үйде. 10 бала болғаны, анамыз енді 12 бала көтерген екен. Екеуі жаңағы менің алдымдағы ағам, сосын Баяннан кейін, Баян Нұрмышева. Туған апал сіңліміз біз. Баян сіздің туған сіңліңіз. Сол Баяннан кейін тағы да бір ер бала көтерген болатын анамыз. Ол да енді бұйырмаған шығар, дүниеден өтіп кетті. Сонымен қазір енді үйдің ішінде 9 баламыз. 7 қыз, 2 ұл. Жаңа енді мен мына жерде Алуаны көріп отырмын, сіңлімді. Көп балалы, сол балалық шағым есіме түсіп отыр. Тура осындай болатын біздің үйде де. Осындай ме де? Иә, бәріміздің әке-шешеміз сондай бойлы, ірі адамдар болмайтын. Бәрі әкемнің де шешемнің де бойы кішкентай. Үйдегі балаларда сол әке-шешеміз сияқты бәріміз кішкентай, үйімізден топырлап мектепке баратын кезде 7 қыз біріміздің артымыздан біріміз шығамыз. Елді айтатын, ой, ана әкемнің аты Байтілеу, марқұм. Байтілеудің 7 қарашы қызы шықты деп. Үйден шыққанда мектепке бәріміз мына балалар сияқты біріміздің артымыздан біріміз қолымыз жетектеп мектепке барып, мектептен келіп, үйге келсек қолымыз босса, көп балалы үйдің өзінің сол салт дәстүрі шығар, білмеймелей тәрбиесі сондай болып кетеді ма? Бір-бірімізге көмектесіп, сабақта болсын, сабақтан келгеннен кейін үйде жаңа кішкентай мына жерде бүлдіршін айтып жатыр. Мамамызға ыдысын жуамыз, төсегін жинаймыз, үй жинаймыз деп. Бізде солай өскенбіз үйде. Мына кішкентай бүлдіршіндерге қарап, өзімнің балалық шағым есіме түсіп отыр. Бір түрлі қуанып та отырмын бір жағынан. Содан енді мына кішкентай көп балалы үйді көбіне айтып жатамыз, ой, қиын екен жағдайлар деп. Білмеймін, енді соншама мына көп балалы үйде ата-аналары да балалары да жоқ деп бір қиналып қатты сондай жағдайларын айта бермейтін сияқты маған. Өйткені өзімізде солай өстік. Біріміздің киімімізді ішіп, оның қала берді үйіңе қонақтар келіп жатады, сонда ата-анамыз балаларымыз ана бала ашқалдау, қазір 1-2 бала туып аламыз да, бірінші тамағымызды, балаларымызды тамақтандырып, киіндіріп, соған қарап жатамыз ғой. Ол кезде қарамайтын. Кім не жеп жатыр, не ішіп жатыр. Бірімізге біріміз көмектесіп өстік енді. Енді сондай ата-енелеріміздің, аналарымыздың жолдарын сіздерге берсін. Осы балаларыңызды бәрін ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, үлкен әулет болуларыңызға тілектеспін. Сіз бір сыйлық алып келдіңіз ғой жас аналарға, иә?
енді мына өзім көп балалы 10 балалы деп жаттым, сондай семьядан шыққаннан кейін мен мына алуаның жағдайларын маған енді соған осай қара өзім үйден отырдым да ойлап қоям, қолдарына осы заманда жағдайлар қиын болғанмен хабарласа да ала алмай жатырмыз деп Мариям сөйтіп жатыр. Содан өзімнің ойыма келіп бір телефон сыйласам, сыйға тартсам, ертеңгі күнде жолдас жора бар, туған туыс бар, осындай хабарлар, бағдарламалар бар, звондап хабарласып жатса, нұр үстіне нұр болар еді деп. Рахмет. Одан қала берді, енді мына жерде өзім сыйлығым анасына деп алып едім. Бірақ та үйдегі өзімде 2 бала, көп балалы үйден шықсам да 2 бала ғана дүниеге әкелдім енді. Нұрсұлтан, Нұрсұлу деген. Сонда 2 балама жаңағын айтып жатырмын ғой, осындай көп балалы ана келеді екен, жас екен. Сол кісіге телефон аламыз деп, жолдасым барып телефон сатып әкеліп жатса, үйге өздеріне сыйға тартқан 1-2 телефон бар еді. Мамау қалай ол енді, мамасына бергеннен кейін үлкен баласы бар мектепте, папасы бар, соларда бір-бірімен қатынасу үшін мына 2 телефонды біздің атымыздан деп, менің Нұрсұлтан мен Нұрсұлуым сіздерге балаларыңызға деп 2 телефон және қоса берді. Соны қабыл алыңыз. Міне енді алып ататсен, енді сіңірім. Енді мына жерде үлкен жаңа ұл бала екен, ауырып қалған балаңыз? Қыз бала, біз соны әтейлеп е. Енді соның ауырып жатыр екен, тезірек айығып кетсін ауруынан. Мына телефонды енді сонау Астанада, сіз анау шалғай ауылда тұрасыз. Сондықтан міне хабарласып тұруыңызға, сол қызға менің атымнан енді 2 баламның атынан мына сый ретінде мына телефонды аламын. Рахмет. Алматы Айту компаниясының атынан сіздерді халықаралық мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Барлық Қазақстандағы аналарымызды, әжелерімізді, апаларымызды, қыз келіншектерді Алматы Айту компаниясының атынан мейрамдарыңыз құтты болсын. Бәріңізге зор денсаулық, мол бақыт, ашық аспан тілейміз. Әсіресе осында отырған батыр аналарды сіздердің алдыңызда басымыз иеміз. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Біздің де алып келген кішкене сыйлығымыз бар. Сол сыйлықтарды сіздерге табыс етуге рұқсат беріңіздер. Бәрекелді. Жанна Исақызы, дәрігер, Еуразиялық денсаулық сақтау ассоциациясының қызметкері. Қазір біздің не екенін білмеймін, дәрігерлер осы көп балалы болуды онша үндемейтін сияқты. Керісінше аналарға айтатын секілді, өздерінің денсаулықтарыңды ойлаңдар, балаларды ойлағанша деп айта беретін сияқты. Неге сөйтесіздер? Жоқ, олай мүлдем олай емес. Әрбір қазір мынау біздің министрліктің қолдауымен әрбір емханада осы республикамыз бойынша болашақ мынау отбасын жоспарлау кабинеттері жұмыс істейді. Ол кабинеттерде осы әрбір анамен, болашақ аналармен жұмыс жасау, түсіндіру жұмыстарын, мынау ағартушылық жұмыстарын түсіндіріп, жаңағы өткізіп отырады. Ешқашан еш дәрігер жаңағы көп балалы ана болуға қарсымын, жаңағы болма деп айтқан емес. Керісінше біз қолдап қуаттаймыз ол аналарды, бірақ жаңағы әрбір ана болғаннан кейін ол бірінші өзінің денсаулығын ойлау керек. Сау ана, әрине, сау бала дүниеге алып келеді. Сол үшін ананың денсаулығына қазір күнде өте көп көңіл бөлінеді. Осы тұрғысынан айтып тұрған шығарсыз. Неге біздің апаларымыз айтады ғой, осы әйелдер босанған сайын денсаулығы күшейе түседі, жасара түседі деп, рас емес пе не? Әрине рас. Рас па? Әрине рас. Ол жаңара түседі. Әрбір баламен ана да жаңарады, өйткені дүниеге жаңа ұрпақ алып келеді, жаңа бала алып келеді. Әрине ол жаңарады, бірақ бұл жерде бір айта кетерлік жағдай, әрбір ана алып келгеннен кейін дүниеге көп балалы аналар баланың арасында кішкене демалу керек. Жаңағы ол ағзасы өзінің өзіне келу керек. Яғни 2,5-3 жыл. 2,5 жыл. Алуа ханым, балалардың арасы қанша? 1 жас. 1 жастан. Дәрігерлер айтады ғой, 2,5-3 жыл демалу керек дейді ғой. Неге демалмадыңыз? Алла бергеннен кейін сол. Демалуға уақыт болған жоқ дейсіз? Болған жоқ. Аға, бір өлең оқиын деп отырсыз ғой деймін. Мен тақырыбым өзі әйелдер ғой. Әйелдер, өмір бақи әйелдерді жырлап келесіз. Сол бір әйелдерге арналған бір өлең бір еді, соны біреуін оқып беріңіз. Әйел деген хош иісті гүледі, сәулетіңнің, дәулетіңнің тілегі,
Әйелсіз үй, әйнексіз үй қараңғы, әйел сенің әулетіңнің тірегі. Тазалық қой бар болмысы бітімі, әйел деген еркектердің күтімі, әйел деген шаңырақты шайқалтпас түзу ұшқан тіршіліктің түтіні. Әйел деген бақыт байлық асыл ғой, ол бар жерде наз еркелік басым ғой, ашуланып әйелдерге қайтесің, оның өзі астан кестен ашу ғой. Ашулансын бұрқсар қайнап бұрқылдап, аузыңды ашып отыра бер құртыңдап, кешке жақын ел орынға жатар да, өз ақсаған жақындайды қутыңдап. Әйел ұрпағыңды таратқан, солар менен тіршіліктің таңатқан, ызыңдасын, тызылдасын, тынбасын, Құдай оны сол үшінде жаратқан. Әйелдерге ете берген құлшылық, солар үшін сүр өмірді құлшынып, ол болмаса қызық бар ма жалғанда, әйел деген тіршілік қой тіршілік. Әйелдерде құпия көп жан білмес, құпияса болмаса егер паң күлмес, қазан аяқ сылдырлатып тұрмаса, үйіңе де берекемен сән кірмес. Әйел көздің ағы менен қарасы, көк жүйе ол жер мен көктің арасы. Әйел саған қанша әйел болса да, сенен туған балалардың анасы. Ұрыс тілеп тұрсын қаймақ еріні, тырсылдасын мейлі ашу желіні. Әйел саған қанша әйел болған менен, сені туған өз анаңның келіні. Тілімізді талай рет қылыш қып, олар менен ұрыстықта тырыстық. Қанша рет суыса да арамыз, әйел деген еркектерге тымыстық. Көңіл толмай болсақ дағы аш құрсақ, олар бар да береке мол ырысқұт. Олар қанша ұрысқақ шайпау десек те, әйел бейбітшілік тыныштық. Ауасы жоқ кеш секілді тымырсық, жүрсін мейлі күні менен түнірсіп, еркектер ау, әйелдерді дұрыс сыйлап дұрыс күтті. Осы жерде қыздар мемлекеттік педагогикалық университеттің студенттері, жас қыздар отыр. Бір ғана сұрақ. Қанша бала болғаны дұрыс бір отбасында? 8-7, өзім мысалы 5 бала отбасынан шыққам. Өзің қанша болсам дейсің өзіңде? Айын Құдайдың бергені. Енді шамамен? Шамамен 4. 4-еу? 5-еу. 5-еу? 6-ау. 6-ау? 5-еу. 5-еу. Әй, сол сендер әсейліп көбейтіп айтып отырсыңдар ау дейм, ә? Қанша? 4-еу шамамен. 4-еу, е? 4-еу. 4-еу? 5-еу. 5-еу. Бүгінгі хабарды ұйымдастырған сіздерге үлкен алғыс, себебі бұл хабарды көрген болашақ аналар, жас қыз келіншектер, ортада отырған батыр аналарымызды көріп, риза болып, шынымен де өмірге көп бала әкелу кереккен, бақыт деген осы екен деп біліп, осы хабардан кейін мүмкін шынымен де бірнеше баланың өмірге келуі, халықтың санының көбеюіне бір әсер тигізетіндей нәтиже болады деген сенімдемін. Рахмет сіздерге. Келгеннен кейін ертең өкініп кетпеңдер, бір айтатын сөздерің болса айтыңдар, микрофонды берейін. Айтатындарың бар ма? Айт міне, айтатын сөзді. Достарыңа сәлем айтатын болсаң, сәлем айт. 8-ші наурыздарыңыз құтты болсын. Қызың бар ма еді құттықтайтын? Жоқ па? Болса құттықта жібер енді, риза болып қалады барғаннан кейін. Рахмет. Сен айтам деп айтпай қойдың ғой бағанадан бері. Айдалдым, деген асқаға қор, олыны атқа бейге көппар шапқа, бүгірі береке күлдердікті. Айт! Сен анам алтын, мен анам алтын, анадарды қысықтап, қол соғыңдар бәрім. Өй, рахмет. Мына сенің анаң алтын. Осындай оң құрсақ көтеріп, осылай бағып қағып отырған сіздер де алтынсыздар. Жалпы қазақ айтады, 6 бала тапқан ананы ханым десе болмай ма дейді. Анау нағыз ханым сіздер. Біз кейде айтамыз, заман өзгерді, уақыт өзгерді, адам өзгерді деп. Тіпті көп балалы болудан қорқатында жағдайға жеттік. Бірақ мен бүгін осы балаларды, олардың жас аналарын көріп отырып, бір керемет сезімге бөленіп отырмын. Шында да бізде батыр аналар бар, бізде батыр аналар көп, яғни біздің болашағымыз да жарқын деген сөз.
осылардың қызығын көріңіздер. Үлкен азамат болсын. Мереке құтты болсын. Бұл айту оңай бағдарламасы. Аман сау болыңыздар. Үзік тұрған ананың жаны, қызық қуған баланың қамы, сәбиенің құпия сыры, нұрдан байқар жанарындағы. Талмай самға дедіңде, жетелеттің сенімге, талпындырған өмірге. Аяулым менің сенсің мама, менің мама, амандығың қымбат мен үшін. Өмірдегі барлық жеңісі сен үшін. Бізге арналды жалын жастығы, қалай сені сағынбас күні. Сен мәңгілік қасымда болсаң, қалмас еді алынбас шыны. Талмай самға дедіңде, жетелеттің сенімге, талпындырған өмірге. Аяулым менің сенсің мама, менің мама, амандығың қымбат мен үшін. Өмірдегі барлық жеңісі сен үшін. Аяулым менің сенсің мама, менің мама, амандығың қымбат мен үшін. Өмірдегі барлық жеңісі сен үшін. Сен үшін.